Армысыздар, әкелер мен ару аналар, құрметті ұстаздар. Кешіңа таби балам, жарады міне қарам, білем ұлым жолына енді қаяқ салам. Толқимас, толқып тұрмыз баршамызды, мұндай күй оған шығар баршамызды. Қол соғып, қошеметпен шақырайық, бірінші А сынып оқушыға ортамызға. Қадірменді қонақтар, бүгін мектебіміздің бірінші сынып оқушылары бүкіл білім, ғылым басы болған әліппемен қоштасқалы отыр. Әліппені бітіру алдағы өмірге бастайтын белестің бірі. Міне, оқушыларымыз сондай белестен асып отыр. Біз үшін бүгін салтанатты мереке. Мереке құтты болсын. Шашу шашайық, ақ сандықты ашайық. Бұл мереке, бұл тойдың бет ашарын жасайық. Жиналыппыз сәтті күні бәрімізде, үлкен кіші жасымыз кәрімізде, төрлетіндер қадірменді қонақтар, гүл-гүл жайнап бізді мына төрімізге. Қош келіпсіз ақ жауапты аналар, жүздеріне мейіріммен нұртаман, алдымызда жалқарында құлпырған біз арасыз балғаншақтың балалар. Құрметті оқушыларым, осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығын аттап, бірінші сынып оқушысы атандыңдар. Енді міне әліппемен қоштасқалы отырсыңдар. Еліміздің, өз республикамыздың сауатты азаматы болдыңдар. Әліппені бітірді балаларым, әліппеден нәр алған даналарым, өзі оқып жазатын халге жетті. Құтты болсын мейрамы балалардың. Ал енді қымбатты оқушылар, осы уақытқа дейінгі алған білімімізді көрсетіп, ән би өлеңдермен өрнектеп, өнерімізді ортаға салайық. Біліміміздің артып, сөз байлығымыздың молайғанын, санамыздың өскенін көрсетейік. Іші толған әріпке, білімдегі жарық не? Болашаққа жол ашар. Ол сүйікті әліппе! Ол сүйікті әліппе! Олай болса балалар, бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Қазақ тілінде неше әріп бар? Неше дыбыс бар? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Олар қалай айтылады? Олай болса келесі кезекті әріптерге берейік. Алфавиттегі оны жиі қалыпты. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. К дегенім кітап. Алфавиттің А тұрады басында, әрқашанда Ә тұрады қасында. Байқадың ба, Б тұрады үшінші. Ал осының сөйлейді түсінші. А деген ол аналар ғой ардақты. Ә деген ол әкелер ғой салмақты. Б деген ол балалар ғой әдемі. Біздің елде үшеуі де кәделі. Ә дегенім әжем, әлде дейді анам. Әлпеш деген әкем, асқартай біліз балам. К дегенім кітап, көп оқыған отар. Күшті болсам сәлем, кітаптан тез кітап. Н дегенім наным, намен бірге әнім. Наным менің нәрім, әнім менің сәнім. Қ деген қала, жан-жанға қара, қада-қада үйдің, қабаттағы сана. О деген орман, жаз-жалмар толып, жемістерім, орман кезу арман. Ш дегенім шаршы, шаршыны тез таушы, шыны шашаштар, шыны тауып алшы. О дегенім далап, өмір
ойлап таппай қою, аю құсап майлап қою балға тою. Ой деген өзен, өзен бойын кезем, өзенге барғалық өзім бірден сезем. До деген дәптер мен тақтор дұрыс жаз төртмесіп тұр. Өріміз ізде, көрін неме көзге, элеватор, біз бар ғой біраз сөзде. А дегенін атам, ақ тілекті батам, ақыл сөзін тыңдап, айтақтай біз ботам. Есеп қой, есеп қой, қанша буар, екен той, екі есікмен есеп қой. Я дегенім аяқ, мал тонады ояқ,
алғаш мектепте білмеуші едік әріпте оқимыз біз қазір ертіп үйреткен оны әріпте. Ең алғаш алғанымда әліппені қызып қарай бердім әріптерді. Мен үшін жұмақ болып қалар ма еді, ұстазы оның кілтін алғыштым. Әліппе білім бұлағы, әліппе өмір шырағы, әліппе білім көзі, әліппе мұғалімнің асыл сөзі. Таныстырған қырық екі әріппен, қош бол менің қасиетті әріппен, сенің арқан оқи жазаға, сауат бадам санасына кірген. Енді біз жаза білеміз, әріпке қосып әріпті. Риза болып саған жүреміз, сүйікті біздің әріппе. Әліппен мен Саған мың алғыс, оқы деп бұдан тастаған, әліппем саған мың алғыс. Оқытты әліппе, көр мәдениетін таныстырып әріппен тағылдап сөйлеттің. Әліппені алып қолыңға, білімнің ашты есігін, ақ ниет тілеп жолыңға, жазылды тұңғыш есімін. оқып біліп үйренеміз. Ән. Şıkılgan erken mına vaybat әліппе, бәрі ғалым білімнің әжесі осы әліппе. Үспі ғайбы беттерін жазуыңды ұғамын, ақыл бердің әліппе, ақылды сен мұғалім. Үйретті бізде әліппе, 42 дебесі әліппе. Сөз сөйлеп құрап берген, аяқ қолың дәртті. О, үйретеді мектепте. Ана тілін шақырайық. Сәлеметсіңдер ме балалар, туған елдің тілімін ақылымен танылар. Түсіндірер бәріне ана тілім мен болам. Балалар, енді сендер ынта қойып оқисыңдар, көп нәрсені үйренесіңдер. Мен сендерге сиқырлы сандығымды алып келдім. Сендерге мен жұмбақ жастырамын. Соның шешуін тапсаңдар, сендерге сыйлығымды таратамын. Бұрап қойған саған